Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Қамажай ПП. Арықтауда ең маңыздысы таңғы ас екенін ұмытпаңыздар. Қара наннан өте тойымды әрі дәмді ПП бутерброд жасаймыз. Ең бірінші асты жабысып қалмасы үшін зығыр майы немесе топленый масланы құйып, үстіне 2 жұмыртқаны миксерден өткізіп, тұзын салып, дәл осылай құямыз. 2 нанды бірден дәл осылай салып, аунатып, үстіне кунжут салып, қақпағын жауып, 5 минутқа піскенше қойып қоямыз. Егер де қара нанды бірден салмасаңыз, мынандай формасы де шықпауы мүмкін. Салмасына салат жапырағы, 2 сыр және де азғантай қызанақ қосамыз. Дәл осылай аударып, ішіндегі сыры ерігенше тағы да 2-3 минутқа қақпағын жауып қоя тұрамыз. Таңғы ас дайын, өте тез жасалынады. Күнделікті омлет немесе кашадан шашасаңыз, өзгеше ретінде дәл осылай ПП бутерброд жасасаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі керемет шығады.